Әйелін ұрған адамның қияметтегі дұшпаны мен болам. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Жақсы мұсылман жұбайымен жақсы қарым-қатынаста болуы шарт. Құран кәрімде оларға жақсы жылы мәміле танып делінеді. Хадис шәріптерде былай делінген: мұсылман адам жұбайының жаман мінезіне ашуланбасын, оның жақсы мінезі де болады. Әйел әлсіз жаратылыс, әлсіздіктерін үндемеумен жеңіңдер, үйдегі кемшіліктерін байқамаңдар. Мұсылмандардың иман тұрғысынан ең үстемі, мінезі ең жақсы болғаны әйеліне ең жақсы, ең мейірімді түрде қараған адам. Мұсылмандардың ең жақсысы, ең пайдалысы әйеліне ең жақсы, ең пайдалы болғаны. Сендердің араларыңда әйелінің алдында ең жақсы, ең қайырлы, ең пайдалы болған менмін. Әйелін ұрған адамның қияметте дұшпаны мен боламын. Әйелін ұрған адам Аллах және Расулына дұшпан болады. Әйелдеріңді ренжітпеңдер. Олар Аллах тағаланың сендерге берген аманаты. Олармен жұмсақ болыңдар, жақсылық жасаңдар. Әйеліне күлімдеген жүзбен қараған еркектің дәптеріне бір құл азат еткендей сауап жазылады. Әйелімен жақсы тұрып, қалжыңдасқан адамды Аллах тағала жақсы көреді, ризықтарын арттырады. Әйелінің жаман мінездеріне шыдаған еркек бәле жалаға сабыр еткен Әйюб алейхиссалам сияқты марапаттарға қауышады. Өз жегеніңнен әйеліңе де жегіз, өзің киінгеніңдей оны да киіндір. Оған бетіңді тыжырайтпа, қабағыңды шытпа және оны ұрма. Аллахтың құлдары болған әйелдерді ұрмаңдар.